Біз пираттар туралы айтқанда, ойымызда осы картиналар пайда болады. Мен жақында ғана пираттардың біздің ойымыздағы образы тарихтағы кішкентай ғана кезеңнің арқасында пайда болғанын білдім. Небәрі 18 ғасырдың басындағы 10 жыл ішінде. Дәл осы 10 жылдықта бас сүйегі бар қарату және тарихтағы ең танымал қарақшылар пайда болды. Сол кезде бір көзді байлау, ағаш аяқ және қолдың орнына ілмек қарақшылықпен тығыз байланыста болды. Бірақ неге қарақшылар мыңдаған жылдар бойы өмір сүрді және әлі де өмір сүреді? Мысалы, ежелгі Рим дәуірінде қарақшылар Цезарды ұрлап әкетіп, ол үшін төлем алып, оны босатқаны белгілі. Расында содан кейін олар ұсталып, өлім жазасына кесілді. Бірақ мәселе бұдай емес. Бүгінде ежелгі Рим қарақшылары қандай болғанын кім біледі? Немесе Сомали қарақшыларын алайық. Осыдан 10 жыл бұрын ол қарақшылар Үнді мұхитындағы кемелерді белсенді түрде тонады. Сіз балаларды мерекелерде Сомали қарақшыларының костюмдерімен көрдіңіз бе? Жоқ. Нағыз қарақшы қандай болу керек екенін бәріміз білеміз. 18 ғасырдың басында Кариб теңізінің қарақшылары дәл осындай болды. Содан бері адамдардың барлығы, оның ішінде мен де, сіз де қарақшыларды сондай келбетте қабылдаймыз. Бірақ сол кезде Кариб теңізінің қарақшылары солай есте қалатындай ерекше не істеді? Неліктен олар ешқашан қазыналарын көмген емес? Қара жалау нені білдіреді? Бұл бейнеде біз Кариб теңізінің нағыз қарақшысының өмірі мен өлімі қандай болғандығы туралы айтатын боламыз. Спойлер! Олардың арасында көптеген гейлер болды. Кариб теңізінің қарақшылары туралы фильм көріп отырмыз деп елестетейік. Бірақ киноларда көрсетілетін қияли фильмді емес, қан, зорлық-зомбылық және рок-н-роллы бар 18+ экшн шынайы фильмді. Өйткені бұл шынымен де солай болды. Сонымен 1716 жыл. Алдағы 10 жылды тарихшылар қарақшылықтың алтын ғасыры деп атайды. Әрине, бұл кезең бір сәтте басталуы мүмкін емес еді. Міне оның қысқа тарихы. 16 ғасырдан бастап Кариб аралдары мен Америка жағалауы Еуропа, Африканы және Американы байланыстыратын сауда-саттық эпицентріне айналды. Сауда кемелері қант, темекі, кофе, бағалы металдар мен құлдарды тасымалдады. Мұның бәрі сол кездегі 5 жетекші отаршыл державалар үшін үлкен пайда әкелді. Олар Англия, Франция, Голландия, Испания және Португалия. Сауда өте қарқынды дамыды. Онымен бірге қарақшылық та пайда болды. 18 ғасырдың 20 жылдарында қарақшылық өзінің шарықтау шегіне жетеді. Сол 10 жылдықтағы қарақшылар нағыз әлемдік дағдарыс алып келді. Шамамен есептеулер бойынша сол кездегі әлемдік қарақшылардың жалпы саны 5000 болды. Тарихта олардың саны оған дейін де және одан кейін көп болған емес. Қарақшылықтың өркендеуінен ең көп зардап шеккен сол 5 жетекші сауда державалары. Әрине, билік құр қол қарап отырмады және нақты әрекеттер жасады. Ең алдымен қарақшылық негізгі қылмыстардың біріне айналды. Сонымен қатар сотта 5 жылдан 15 жылға дейін мерзімдік таңдау болмады. Мүмкін болатын жалғыз жаза өлім жазасы болды. Билік әр үкімді барлығына жеткізуге тырысты және оған мүмкіндігінше көп адамды жинады. Мұндай үкімдерге көбінесе порттарды таңдады. Бұндай жерлерде теңізшілер көп болатын барлығымызға белгілі және билік хабарламаны ең алдымен соларға жеткізуге тырысты. Егер сіз қарақшылықпен айналысуға тырыссаңыз, сізді дарға асады. Бірақ көптеген теңізшілер пираттарға қызығушылықпен қарады. Сондықтан көбіне бұл кәсіптің өкілдері қара туы бар кемелер командаларын толықтырды. Яғни теңізшілер оларды ұстап алса дарға асып қоятын білді және бәрібір қарақшы болды. Логика қайда? Сіздердің біреулеріңіз оларды жай ғана ашкөз және қазына тауып тез байығысы келді деп ойлаған шығарсыз. Бірақ бұл шындықтан алыс. Қарақшылардың көпшілігі байлық таппады, байлықтарын алыс аралдарға көмбеді. Көптеген тәжірибелі теңізшілердің неліктен қарақшы болғанын түсіну үшін 18 ғасырдың басындағы қарапайым теңізшінің өмірі қандай болғанын талдайық. Бұл 27 жасар жас жігіт еді. Оның шығу тегі жоғары санаттан емес және оның 3 ықтимал жұмыс орны болды. Құлдарды тасымалдайтын кеме, сауда немесе әскери кеме. Бүгінде мұны түсіну қиын. Бірақ сол кездегі кеме қазіргі кездегі ғарыштық зымырандар сияқты супер-пупер технология болды. 18 ғасырдың басындағы кеме бір континенттен екінші континентке 100 тонна жүк тасымалдай алды. Дәл осындай кемелер әлемдік капитализмнің негізінің құралы болды. Англия, Франция, Голландия, Испания және Португалия сол кездегі ең мықты флотқа ие әлемдік державалар болды. Бірақ бұл супер-пупер технологияны басқарған қарапайым матростың өмірі керемет болды деу өте қиын. Бәрінен бұрын бұл ұзақ сапар, төмен жалақы және жаман тамақ. Яғни сол кезде теңізшілерде азық-түлікті сақтайтын тоңазытқыштары болмады. Сәйкесінше тез бұзылды. Және ең сорақысы өте қатал тәртіп болды. Ұрып-соғу тәртіпті сақтаудың кең таралған тәжірибесі болды. Жазалау үшін арнайы қамшы қолданылды. Және оның атауы 9 құйрықты мысық. Ол арқаннан жасалып, ұшына арнайы түйіндер жаланатын.
Соққы кезінде бұл түйіндер терінің бір бөлігін жұлып алатын. Бүкіл команданы полкке шығарып, матросты тәртіпті бұзған үшін әдейі барлығын көзінше жазалайтын. Жүздеген соққылар немесе бүлікшілік әрекеті сияқты қатаң тәртіпті бұзса, мыңдаған соққылар ұрды. Мұндай жазадан бәрі бірдей аман қалған жоқ. Жалпы матростар арасында өлім өте жоғары болып, теңізшілер жастай өлді. Сол кездегі матростың кемедегі орташа өмірі қысқа, шамамен 7-8 жыл болды. Сол 7-8 жыл ішінде ол ұрыстан, ұрып-соғудан немесе түрлі теңіз ауруларынан қайтыс болатын. Сондықтан көптеген теңізшілер қарақшылар жағына қуана көшті. Қарақшылар кемесінде өмір мүлдем басқаша болатын. Бұл Бартоломей Робертс, немесе Қара Барт. Пираттық алтын ғасырдың басты рок жұлдыздарының бірі. Бірнеше жыл ішінде ол өз командасымен бірге 400-ден астам сауда кемелерін тонады. Оның арқасында біз бүгін қарақшылар кемесіндегі өмірдің қалай ұйымдастырылғанын білеміз. Себебі ол қарақшылар кодексін жазған адам. Қарақшылардың көпшілігі кішігірім маневрлік кемелермен қатынады. Онда 80 адам мен 10 зеңбіректен тұратын команда орналастырылды. Бұл сауда кемелеріне шабуыл жасау үшін және тонау үшін жеткілікті болатын. Бұндай кемелер мен әскери кемелерге шабуыл жасау ақылға қонымсыз дүние. Оны Роберт сияқты супер жұлдыздар ғана жасай алатын. Оның кемесінде 100-ден адам және 50-ге жуық зеңбірек болған. Қарақшылық кемелердің әскери немесе сауда кемелерінен ең маңызды айырмашылығы қарақшылар өз капитандарын өздері таңдады. Сол кездегі кедейлер ешқандай құқыққа ие болмады және теңізшілердің көпшілігі дәл осы топтардан шықты. Қарақшылар өз басшыларын өзі таңдап немесе өздерін ұсынып таңдау жасай алды. Сонымен қатар капитанды өз билігін асыра қолданбау үшін қадағалайтын арнайы адам сайланды. Кез келген қарақшы кез келген уақытта бәрі негізгі палубаға жинап, жаңа капитанды кім таңдағысы келетінін сұрай алатын. Егер сол кезде көпшілігі қолын көтерсе, онда жаңа басшы таңдалады. Тапқан байлықты бөлуге ерекше тәсіл қолданылды. Мысалы, әскери кемеде капитан мен қарапайым теңізшінің жалақысы арасындағы айырмашылық 100 есе болуы мүмкін еді. Ал қарақшылар кемесінде тонылған байлықтың барлығы теңдей бөлінетін. Бір сөзбен айтқанда, қарақшылардың кемелерінде демократия мен теңдіктің бір түрі байқалды. Сол кезде экипаждың 30, 40, 50, тіпті 60% қара нәсілділер болды. Оның жауабы қарапайым. Өйткені қарақшылар құлдарды тасайтын кемелерді тонады. Ең қорқынышты өмір сүру жағдайлары дәл сондай кемелерде болды. Теңізшілер үшін де, олар тасымалдаған құлдар үшін де. 18 ғасырда құлдарды тасымалдайтын кемелерден сирек жазбалар сақталған. Олардың ішінен біз мұндай кемелерден күн сайын біреу өліп жатқанын, құлдардың денелері жай ғана суға лақтырылатынын білеміз. Неліктен теңізшілер мен құлдар қарақшылардың жағына қуана көшкені түсінікті шығар. Көп ұлтты құрамның арқасында билік қарақшыларды барлық ұлттардың зұлымдары деп жиі атайтын. Сондай-ақ қарақшылар арасында көптеген гейлер болды. Кеме сияқты жабық кеңістікте команданың көпшілігі ер адам болғанда гомосексуализмнің көрінісі сирек емес еді. Бірақ сауда немесе әскери кемелерде бұл бойынша қатаң тәртіп болды және мұндай нәрселерге тыйым салынды. Әйелдермен болғысы келетін қарақшылар теориялық тұрғыда оларды жүзуден оралғанша шыдамдылықпен күтетін әйел таба алатын. Бірақ мұндай жағдайлар сирек болды. Ал капитан үшін командада құрлықта қарақшыны ештеңе ұстамайтын теңізшілердің болуы тиімді болды. Негізінен қарақшылар жағалаудағы әйелдермен кездейсоқ байланыстарға қанағаттанатын. Кейде әріптестерінің арасынан әйелді табатын. Иә, олардың арасында әйелдер болды. Көбінесе олар ер адамның киімін киіп қарақшылар кемесіне түсетін. Ол кезде жынысты құпия ұстау мүмкін болды. Өйткені қарақшылар жүзу кезінде киімдерін жиі ауыстырмайтын. Палубаның астындағы бөлмелерде қандай иіс болғанын елестетіп көріңіз. Бірақ қазір бұл туралы емес. Қарақшы әйелдер аз болды. Бірақ олардың кейбіреулері тарихта өз есімдерін қалдыра алды. Энн Бонни мен Мэри Рид алтын 10 жылдықтың ең танымал әйел қарақшылары. Біріншісі, қарақшылардың бірімен қарым-қатынас орнатып, ата-анасының үйінен қашып кетті. Екіншісі, теңізші ретінде қызмет уақытында кемесін қарақшылар басып алған кезде пираттар жағына өтті. Екі әйел де қарақшылар ретінде үлкен беделге ие болды. Олар ешкімнен кем түспеді. Керісінше, ер әріптестерінен асып түсті. Екеуі де 1720 жылы ұсталды және барлық қарақшылар сияқты британдық сот оларды дарға асуға үкім шығарды. Бірақ Энн мен Мэри бұл жазалаудан құтылды. Сол кезде екеуі де жүкті болатын. Ал заң бойынша екі қабат әйелдерді дарға асуға тыйым салды. Олар босанғанға дейін түрмеге жіберілді. Мэри Рид сол жерде аурудан қайтыс болды. Ал Энн Бонни жоғалып кетті. Оның тағдыры белгісіз. Кейбір мәліметтер бойынша ол қашып қартайғанға дейін өмір сүрді дейді. Сол 10 жылдықтың тағы бір супер жұлдызы болды. Ол бәріне «Черная борода» деген лақап атымен танымал. Тек оның суреті бар гравюраны қараңыз. Сақалы, позасы ешкімге ұқсамайды ма? «Черная борода» капитан Джек Воробейдің прототиптерінің бірі болды. Оның шын аты Эдвард Тич. Бұл жігіт перформанстың нағыз патшасы.
Біріншіден, ол өте ұзын, бойы 1,80 м. Иә, биік емес сияқты. Бірақ сол кезде ер адамның орташа биіктігі 1,50–60 см болатын. Басқа кемені басып алмас бұрын Эдвард Чич сақал мен шашты арнайы жанғыш ұнтақпен жағатын. Оны бүгін ұшқын шамдарда жасау үшін қолданады. Ол мұның бәрін өртеп, жаудың кемесіне барып, бар қорқынышты түрімен жауға қарап, мен сенің қорқынышыңмын, беріл немесе өл деп айтады. Бір қызығы, Черная барада алтын 10 жылдықтың ең сәтті қарақшысы болған жоқ. Жаулаған кемелер саны бойынша Бартоломео Робертсен әлде қайда төмен болды. Бірақ оның харизмасы болды. Соның арқасында соңғы жылдарда Черная барада кітаптардан бастап сериалдар мен бейне ойындарға дейінгі көптеген көркем шығармаларда пайда болды. Қара сақал басқа қарақшылар сияқты жауларын қорқытудың тағы бір әдісін қолданды. Ол қара ту. Әлемдегі кез келген адам бас сүйегі бар қара ту қарақшылардың символы екенін біледі. Бірақ ол дәл сол 10 жылдықта 1716 жылдан 26 жылға дейін пайда болды. Бұл таңбаның шығу нұсқаларының бірі сауда немесе әскери кемелердегі капитанда журнал болды. Онда ол жүзу барысында барлық маңызды оқиғаларды, соның ішінде теңізшілердің өлімі туралы ақпаратты жазды. Біз білгеніміздей, өлім кемеде сирек емес. Матростардың өлімі туралы ақпарат журналда қысқа жазылды. Бір жағына теңізшінің аты жазылса, екінші жағында екі сүйек пен бас сүйек салынатын. Яғни қара түсті екі сүйек пен бас сүйек теңізшінің қарақшылар кемесіне ауысқан кездегі өлімнің метафорасы сияқты болды. Ал қарақшылардың қарсыластары үшін бұл тудың мағынасы беріл немесе өл деген хабарлама болды. Қарақшылар қарсыластарына әрдайым мейірімді бола бермеді. Иә, көптеген қарақшылар кемелерді жаулағаннан кейін құнды қазыналарды алып, кеме экипажын бостандыққа жіберетін. Сол кездегі газеттерде қарақшылардың тұтқынында болған адамдардың көптеген оқиғалары болған. Бірақ капитандардың арасында тұтқындарды аяусыз өлтіргендер де болды. Айтпақшы, бас сүйек пен сүйектер барту қарақшылардың жалғыз нұсқасы болмады. Олардың бірнеше түрі болды. Қарақшылар кемесінде туды өз дизайны бойынша таңдады. Бірақ олардың барлығында қайталанатын белгілер болды. Бас сүйек, қаңқа, қылыштар. Және де көптеген жауларда кездесетін тағы бір маңызды деталь ол құм сағаты. Олар шектеулі уақытты білдірді. Қарақшылар өмірі өте қысқа екенін, сол кездегі қарапайым теңізшіден ұзағырақ емес, мүмкін одан да аз екенін түсінді. Әртүрлі елдердің билігі қарақшыларды белсенді түрде ұстап, оларды өлтірді. Аурулар мен ауыр жарақаттар әдеттегі жағдай болды. Сондықтан қарақшы бейнесінде көбінесе ағаш аяқ, қолдың орнына ілмек немесе көзге арналған таңғыш пайда болды. Қарақшылар жарқыраған палубадан кеме ішіндегі қараңғы бөлмеге түскенде көру қабілетін бейімдеу үшін осы таңғыштарды қолдануы мүмкін деген теория бар. Яғни, олар таңғышты алып тастағанда көзін бейімдеуіне уақыт жұмсамай-ақ қараңғыда бірден көре алды. Және бұл шынымен де жұмыс істейді. Үйіңізде тексеріп көріңіз. Жарық бөлмеде бір көзіңізді 1 минутқа жабыңыз. Содан кейін қараңғы бөлмеге кіріп, алдымен бәрін ашық тұрған көзбен қарап, содан кейін екінші көзді ашыңыз. Сонда сіз барлығын бірден анық көресіз. Яғни бұл теория шындыққа жарасады. Бірақ қарақшылардың көпшілігіндегі таңғыш ұрыстардағы жарақаттардың салдарынан болды. Екі кеменің ұрысын елестетіп көріңіз. Кемелер бір-біріне жақындап, зеңбіректерінен атқылай бастайды. Зеңбірек кеменің ағаш корпусына үлкен жылдамдықпен соғылады. Әртүрлі көлемдегі өткір сынықтар барлық жерге ұшып, адамдардың денесін жарақаттайды. Бұл көптеген қарақшылардың неліктен түрлі жарақаты болғанын түсіндіреді. Дегенмен, барлық кемшіліктерді ескере отырып, көптеген теңізшілер қарақшы болуды таңдады. Олардың өмірі қысқа және қауіпті екенін жақсы түсініп, олар бостандықты таңдады. Бұл кез нағыз рок-н-ролл. Ал сол кездегі қарақшылар нағыз рок жұлдыздары болды. Олар жүйеге қарсы шықты, өздері қалағандай өмір сүрді, өз кемелерінде демократия ұйымдастырды. Олар жас және еркін өлді. Ал халықтың кедей тобы оларға тәнті болды. Ақсүйектер оларды жоюға тырысты. Сондықтан қарақшылар көмген қазына байлықтар аңыздан басқа ештеңе емес. Біріншіден, бұл туралы ешқандай құжаттық дәлел жоқ. Екіншіден, егер сіздің өміріңіз қысқа болса, байлықты тығудың мәні неде? Сондықтан қарақшылар жағаға шыққанда тартып алған байлықтарын бәрін бірден жұмсауға тырысты. Елдердің билігі де құр қол отырмады. Олардың қарақшыларды ұстау әрекеттері өз жемісін берді. Алтын ғасыр тез аяқталып, 1720 жылдың ортасына қарай белгілі қарақшылардың көпшілігі өлтірілді. Сонымен қатар сол кезде ең танымал қарақшылар жасаған тонау мен кісі өлтіру тарихы атты кітап шығады. Дәл осы кітапта алтын ғасырдың ең танымал қарақшыларының өмірі алғаш рет егжей-тегжейлі сипатталған. Кейіннен бұл шығарманы көптеген жазушылар мен басқа да шығармашылық жұмысшылар пайдаланды. Өздерінің кітаптар мен фильмдерінде қарақшыларды бейнелеуіне көмегін тигізді. Сол жерден қарақшылардың әдеттегі бейнесі бала кезімізден бастап біздің ойымызда осылай қалыптасты. Міне осындай оқиға. Егер сіз соңына дейін бейнені көрген болсаңыз, үлкен рахмет. Арнаға жазылыңыз, мен тағы бір қызықты видео дайындаймын. Осы видеоны дыбыстауға көмектескен Каноха студиясына үлкен рахмет. Және келесі бейнеде кездескенше.